Баршаңызға ассаляму алейкум. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін екі ғана заттан тұратын өте дәмді әрі оңай жасалатын балмұздақ жасайтын боламыз. Бізге ең бірінші қажет зат ол банан. Бананды осылайынан қалауларыңызша ұсақ-ұсақ бөлшектерге кесіп аласыздар. Формасының қандай болатыны ол қатты маңызды емес. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Турап алған бананымызды дысымызға саламыз, үстіне 100 грамм сгущенка, яғни қойылған сүтімізді құямыз. Енді осы екі қоспамызды жақсылап тұрып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Өте қатты көп уақыт езіп қажет емес, тек қана біздің бананымыз ұнтақталғанға дейін, езілгенге дейін блендермен езсеңіздер болады. Езу барысында біздің сұйықтығымыздың сәл көлемінің ұлғайғанын байқауға болады, сәл көпіріп көлемі ұлғаяды. Міне біздің сұйықтығымыз дайын болды, толықтай бананымыз езілді. Енді бұны шет жаққа алып қоямыз. Қалауларыңызша шоколад қоссаңыздар болады. Шоколадты осыдан кесіп, ұнтақ-ұнтақ қылып салсаңыздар, балмұздақтың ішінде өте әдемі болып көрініп тұрады. Егер қаламасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Бұл өте қатты маңызды емес. Шоколад ұнтақтары қатты кесек болып кетпеуі керек. Сол үшін де пышақпен жұқа-жұқа қылып, жіңішке ұнтақтар жасап кесіп аламыз. Енді шоколад ұнтағымызды массамызға саламыз. Одан кейін лопатка немесе қасықтың көмегімен солайынан бірнеше рет араластырып аламыз. Міне біздің сұйықтығымыз толықтай дайын болды. Енді формасына құятын боламыз. Форма үшін ешқандай да балмұздақтың формасы қажет емес. Осындай одноразовый дүкеннен стакан алсаңыздар болады. Мен қазір біреуін осындай формада жасаймын. Осылай толықтай толғанға дейін құямын. Одан кейін балмұздақтың таяқшасын соңына дейін батырамын. Енді осы балмұздақты мұздатқышқа кем дегенде 5 сағатқа қойып қоямыз. Қалған сұйықтығымды кез келген ыдысқа салсаңыздар болады. Мен осындай 4 ыдысқа салып 5 сағатқа қойдым. 5 сағат уақытымыз өтті. Міне қараңыздар, толықтай қатты. Енді осы формада мен қасықтың көмегімен осылайынан алып, басқа ыдысқа салып, дастарханға ұсынатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, балмұздақ өте оңай жасалады және де өте дәмді болып шығады. Келесі бізде балмұздақтың формасын қалай алу керектігін көрсетемін. Бізде одноразовый стакан өте жұмсақ болғандықтан, осылайынан қараңыздар, қатып қалған шеткі жақ бөліктен бастап, осылай міне пышақпен кесіп аламыз шеткі жақ бөлігін. Одан кейін бір жақ шетінен осылай тартсаңыздар, бізде бұл балмұздақтан стаканымыз өте жеңіл алынады. Міне осылайынан ала саласыздар. Біздің екі балмұздағымыз дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде осындай балмұздақты жасап көріңіздер.